Сәлем достар, бүгін бізде дәмді жұмсақ бауырдан жасалған котлет. Құрамы: бауыр 500 грамм, ұнтақ, чеснок, картоп, 2 дана жұмыртқа, 1 дана, сәбіз 2 дана, жуа 1 дана, сүт 1 стакан, дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Және қоймалжың болғанша ұн қосамыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бауырдан бастадым. Дөңгісін алып, потом картоп, морковь, жуаларды араластырып, осылай шағын блендермен айналдырып шықтым. Барлығын араластырып аламыз жақсылап. Осылай ұсақ блендерден өткізгеніміз дұрыс. Потом жұмыртқа, ұнтақ, чеснок, сүтімізді араластырдық. Сұйықтан кішкене. Араластырып болған соң, соңынан ұнды саламыз. Енді табаға майымызды қыздырып алып, алдына пісіріп шығамыз. Енді гарнир ретінде қасына күрішті таңдадым. Күрішті алдын ала дайындау үшін суға салып қоясыз. Потом чеснок пен майға күрішті салып қуырамыз. Қуырып болам дегенше патлевый дайындаймыз. Жуаған жуа керек, томат и сливки. Жуаны осылай өте жіңішке турағаныңыз дұрыс. Енді жаңа қуырылып жатқан күрішімізге осылай өте қатты қайнаған суымызды құямыз. Сосын жуамызды майға қуырып, үстіне томатымызды және сливкемізді құйып қуырамыз. Енді піскен күрішімізді осылай кесеге салып, тәрелкеге төңкереміз. Өзіңіздің қалауыңызша сәндеп шығасыз. Мен қосымша ағыл тұз, помидор, салатын капуста қосып сәндедім. Мінекей, асымыз дайын. Кешкілік түскі асқа да ұсынсаңыз өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымды қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар.